Құла құнан дегенде, құла құнан, қиығы бар мінер жақ құлағынан, құйғытып шапқан кезде айнымайтын, желде ескен даланың құланынан. Балам, тұра ғой деген дауыстан көзімді ашып алдым. Бойымды тіктеп отырдым. Киіз үйдің іші қаңырап тұр екен. Таңғы суықтан бойым тітіркеніп кетті. Ұйқым шайдай ашылды. Әкем күндегі әдетінше ерте тұрып киініп алыпты. Апыл-ғұпыл киіндім де төр жаққа көтеріле салынған жер төсектегілерге қарадым. Барлығы да бірдай. Жылы көрпе астына тығылып, бастарына дейін бүркеніп алыпты. Маңдайша кигіз түріліпті. Жартылай ашылған сықырлауықтан сібірлеп таң атып келеді. Үй іші ала көлеңке. Үлкен ағаш тостағандағы айранды басыма бірақ көтердім. Сыртқа беттедім. Алтайдың басы, қарағайдың қасы. Желібау жанындағы мама ағашта күрең бие мен жатаған құла құнан тұр. Әкем құланы айналшықтап жүр. Бұл құланы мамыр туа ағам үйреткен. Ол 2 айдай мініп, бас білгі қылған соң әкесі жылқы үйіріне қостырып жіберген. Ал ағасы оқуға түсуге қала жаққа кеткен. Мінезі жуас, жалқаулау. Ұзаққа сілтейтін жүйрік шығармал деп кеше әкесі ат арқандауға барғанда айтқан. Өзінен көп үміт күтетін сияқты. Биыл күзде шопандар тойына апарам. Құнан бәйгеге қосам. Кермені кесіп өтері кәміл деп құрдасы Қазимолдаға айтып отырғанында құлағым шалған. Соған қарағанда құладан өнер шығатын сияқты. Асар, кел бермен. Құнанға сен мінетін кез келді деп шылбырын шешті. Байқа, жаман неме асаусып жүрмесін. Бірақ жаңа ер салғанымда тыныш тұрды. Сонда да сақ бол. Құнанға мінуге бір түрлі жүрексіндім. Жоқ, асаусып қалған жылқыға мінбеген басым емес. Талай үйретілген тарпанға тақымым тиген. Бүгін таңнан бері ет жүрегім дүрсілдеп, аузыма тығылып тұр. Әкемнің айтуынша 7-ші класты бітірген зіңгіттей жігіттің тірсегі діріл қағады. Айналаны қоршаған қарағай сұлбалары қарауытады. Тамыз жаңа туса да жер аппақ қырау жамылып, маңай бозай тартқан. Шілде қызуы қайтқан кез. Таңғы алагеуім. Нар тәуекел. Үзеңгіге аяқты сала бере ырғып міндім. Әкем жүгеннен қолын босатпай шылбырды ұстата берді. Шылбырды қасы биік қалмақы ерге тез шешілетіндей қылып ілдім де, тізгінді тарта ұстап, құла құнанның басын кең қолатқа қарай бұрдым. Жануар ерін бауырына алардай, мені сауырына салардай туламады. Жүріп кетті. Жүрегім әлі де лүп-лүп етеді. Артымнан күреңмен желдіртіп әкем де жетті. Төрегелді биігіне көтерілдік. Биіктен бәрі алақандағыдай көрінеді. Алыстағы ақиық тау шыңдарына күнде иек арта биік шоқылар мен жалдарға сәулесін шашып келеді екен. Әкем еңкейіп із кесті. Ұлым, ізге қарағанда 2 үйірдей жылқы төрегелді теріскейіне тынбай шатына құлапты. Дәу де болса біздің алдымызда ғана түскен секілді. Олар ескі сүрлеумен қиғаштай тартыпты. Сен мына жалғыз соқпақпен тіке түс. Тез жетесің деп ат үстінен еңкейіп қамшы ұшымен жылқы боғын түрткіледі. Міне бозқырау үстінде буы бусанып жатыр. Тоя тезек тастапты. Ал қалған қалың жылқы күнгейге беттеген. Көрдің бе, таң қыла бере құс жолындай жосылған тұяқ таптауырынын. Әке, мен күнгейге барайын ба? Күнгейге дейсің бе? Ия, жоқ, онда өзім барайын. Сен мыналардың соңынан түс. Бәлкім су бойында болар. Құнанды қинама, қатты шаппа. Раң ет алған жас қой, барлығып қалар. Желе шоқытып жүр. Өрге салма, көкірегіне қақырық тұнбасын. Әкем өзінің ескертулерін жасап, биіктің күнгей бетіне асып кетті. Білем неге күнгейге жібермегенін. Күнгей жақ жазық, теріскейдей өрлі ылди емес. Үйірлердің басын қосам деп шапқылап, тұнып тұрған құнанды қызылмай қылып құртар деген қаупі ғой. Әйтпесе не көрініпті? Күнде күрең атпен барып жүрген күнгейі емес пе мұның? Құдай оңғарса жалпақ жылға табанында сынармын. Құла құнанның әуселесін сонда көрермін. Тік қия бетті бауырлаған сыңар соқпақпен төмендеп келем. Соқпақтың жан-жағына ақ самырсын мен қызыл қарағай аралас өскен балғын шырша, қызылқат пен қарақат жарыса өскен ұшқат ұйыса қалыпты.
Дымқыл тартқан қарақат көзі самсып пісе бастапты. Қарсы алдымнан сайды өрлеген салқын леп келеді. Қаракөлеңке шат ішінен бозқырау баяу ұшуда. Бойым мұздап, тоңазып келем. Күн сәулесі шаңқай түсте ғана түсетін тынбай шатын көк мұнар тұмшалаған. Ылғал мол, денем тоңазығаннан шіміркеніп, көңіліме белгісіз күдік кіріп, қорқыныш ұялайды. Төменнен, су бойындағы шілік ішінен сауысқан мазасыздана шықылықтайды. Жақын жерден тоқылдақтың тоңқылы естілді. Оң жағынан қос құр пыр-пыр етіп көтерілгенде селк ете түстім. Құлақ-құнан да оқыс тізгінді жұлқып, үркектей қозғалды. Әлденеден үрейленіп, өз-өзімнен қуыстандым. Жүрек те атқақтап кетті. Құлақ-құнан да қияда тұяғын тірей басып, шатқа құлар жылға бауырына да ілікті. Жүрегім орнына түскендей болды. Жіпсіп кеткен арқамды кеңге сала бастадым. Енді кішкене жүрсек, шатқал табанынан шығамыз. Соқпақ бауырлай тартты. Қалың жыныс та сирей бастады. Тура алдымнан қос балапан шырша көрінді. Бұл жолмен бұрын да жылқы айдағам. Қазір соқпақ қарақат түптері қоршаған қос балапан шырша қасынан жалт бұрылады. Сосын тіке құлдилап шат табанына түседі. Кенет уәж деп егіз шыршаның ар жағынан алып сабалақ атып тұрды. Қоңыр аюды оқыс көрген құлақ-құнан да аспанға тік шапшып жан ұшыра кісінеді. Мен де аңдаусыздан ерден сыпырылып қала жаздап, жан дәрмен жал мен ер қасына жабыстым. Қорқыныштан есім шығып кетті. Көз алдымнан аузын арандай ашқан сабалақ-сабалақ дәу кетер емес. Құлақ-құнан алдыңғы аяқтарымен дубка бере секірген күйі еңіске қарай бірақ қарғыды. Сол қарғыған бойы шауып ала жөнелді. Ер үстінен қарағай бұтағы іліп кетпесе екен деп жан таласа ат қапталына түстім. Бір тіземді бүгіп, табанымды әкем мен үшін жасаған шағын темір үзеңгіге тіредім. Ал бір қылтам ердің үстінде қалды. Сай табанына түскен құнан құтырына шапты. Көр шатқа қарай құлдамай, жылғаны өрлей шапты. Мен де бойымды түзеп, ат жалына жабыса түстім. Өз жүрегімнің ғана дүрсілін естіп келем. Арт жағымда қалып жатқан аюлы қияға үрке қараймын. Ештеңе көрінбейді. Тек дүрсілдеген тұяқ даусын естіп, ұршыққа айналған жерді көрем. Аю қуып келе жатқандай мойнымды тағы бір рет бұра бергенім сол еді. Ат матыммен омақасса құладым. Еңкейген бойы сүзе домалап кеттім. Орнымнан қалай атып тұрғанымды білмеймін. Еш жерім ауырмайды. Таудың кісі бойы көк шөбі жапырылып қалыпты. Кілем үстіне құлағандай болдым. Аттан айырылып қалмайын деген ой келді. Құлаға қарасам, ол мойны алдыңғы аяғының астынан келіп жатыр екен. Жер сүзген басы кері қайырылып қалыпты. Қор-қор еткен қорқынышты дауыс шығарады. Алдыңғы оң тізесі теріс айналып кетіпті. Жіліншектен морт сынғаны көрініп тұр. Көртышқан қазып тастайтын тышқан қорыққа шауып келе жатып, кеседей тұяқты бір-ақ сұғыпты. Жіліншігі жартылай жерге кіріп, ортасынан опырылып қалыпты. Мойны оңбай қайырылған жануар жан тәсілім қыр-қыр етеді. Не істерімді білмей шошып кеттім. Аю да ойымнан шығып кеткен. Жан жағыма жалтақтай қарадым. Жылғаның жоғары жағында сиырлар жайылып өрлеп барады. Жылға қабырғасынан жалпылдай желіп сиыршы келеді. Қалай ғана Қази аға деп айғайлап жібергенімді білмеймін. Құла қыстығып жылап жібердім. Құланың көзінен де жас ағып жатыр. Оны аяп тұрғанымды, не қорқып тұрғанымды білмеймін. Құла болса қыр-қыр етіп, қор-қор етіп, үрейлі дауыс шығарады. Қор-қор етіп, үрейлі дауыс шығарады. Мен болсам, құла, өлмеші деп өксіп тұрмын. Тепеңдеп сиыршы Қазимолда да жетті. Жете бере, ойбой қарағым-ай, өзің аманбысың? Деді аттан домалай түсіп. Аманмын аға, құла, енді қайттым. Әкеме не деймін? Жазым ғой балам, жазым. Байқап шаппадың ба балам? Жұлынына зақым келіпті.
Мойны қайырылып кетіпті, жануар. Енді қайттік аға, арам өлтірмейміз, қап әттеген-ай. Әкең мал танушы еді, құмай жүйрік шығар еді. Қазимолда белбеуіне ілінген қыннан кездігін суырды. Сенде жазық жоқ, бізде... Тфу, не деп барам? Жазым ғой, жаратқан ием адал азық болғай. Бісміллә деп құла құнанның басына лөкет пышағын еңкейе берді. Лөкет пышағымен еңкейе берді. Қозғала алмай жатқан құлаға сапыны тамақ астынан қорс еткізіп сұғып алды. Алқымнан ора тартпай бітеу бауыздады. Жұқа тамақтан тік кірген пышақты ендете енгізіп былғап-былғап қойды. Суық сапы ұстаған оң қолы қанға жуылды. Көк күреңше қызыл түске боялды. Жүрегім жылап, сезімім суып кетті. Көз алдымда пышаққа ілінген құла сирақтары діріл қағады. Құла құнанның басын мүжгеннен кейін әкем көпке дейін үндемей жүрді. Маған да бір ауыз сөз айтпады. Аюмен бетпе-бет келу құланың ажалына көрінгенін білмейді. Әлде айтсам ба екен? Құмай жүйрік шығар деген үмітін үзіп алдым. Әй, қайдам, аю дегенге де сене қоймас. 1978 жыл, қараша, Күршім, Шірікаяқ ауылы. Әңгіменің соңы. Авторы Асқар Алтай. Назарларыңызға рахмет. Құрметті достар, каналға тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісіңіздер. Каналға өтіп, басқа да әңгімелерді, нақыл сөздерді тыңдай аласыздар.